Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осындай үлпілдеген жұмсақ бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен 450 мг суымызға 2 ас қасық ашытқымызды салып, араластырып, қақпағын жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Ашытқымыз дайын болды. Міне достар, видеодағыдай болу керек. Келесі достар, 1 кг ұнымызға осылай арасын ашып аламыз да, 1 жұмыртқамызды, аздап тұзымызды себеміз, және де 2 ас қасық қаймағымызды саламыз, аздап сода себеміз, және де еріген сары майымызды саламыз. Достар, ашытқының дәмі шықпас үшін мен 1 уыс қант салдым. Келесі дайындап қойған ашытқымызды үстінен құямыз да қамыр илейміз. Міне достар, видеодағыдай осындай қамыр болып шығу керек. Келесі қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, оны 30 минутқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Менің қамырым осылай көтерілді. Енді бұл қамырды ақырындап илеймді, оны 2-ге бөлемін. Келесі достар, қамырдың бірінші бөлігін осылай видеодағыдай етіп жайып аласыздар. Достар, мен домалақ бауырсақтар пісіремін. Осындай дөңгелек формамен бауырсақтарымды бөліп аламын. Артық қамырларымызды илеп, тағы да осындай дөңгелек бауырсақтар шығарамыз. Келесі бауырсақтарымыздың бетін осылай жауып қоямыз. Енді ысып тұрған майға бауырсақтарымызды ақырындап саламыз. Міне достар, бауырсақтарым көтеріліп, қызарып пісіп жатыр. Енді келесі бетін аударып пісіремін. Піскен бауырсақтарымыз міне достар, бөлек ыдысқа алып жатырмыз. Ол ыдыстың астына қағаз салфеткаларды төсеуді ұмытпаңыздар. Міне достар, бауырсақтарымыз өте жұмсақ, үлпілдеп, қызарып піскен. Қонақ шақырғанда бұл бауырсақтарды пісірулеріңізге болады. Достар, менің жұмысымды бағалап, маған тіркеліп кетіңіздер.